Сәлем достар, осы видеода One Piece анимесінің 1071 сериясынан бастап 1085 серияға дейін қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Луфидің гомо-гомо жемісі пробуждениясын бастап жатқан уақытта бізге мировое правительствоның адамдарының әңгімесін көрсетеді. В общем, мировое правительство 800 жылдан бері сол гомо-гомо жемісіне қол жеткізе алмай жүр екен. Сонымен қатар ол жеміс резинке деген ұғымды ғана емес, адам деген ұғымды беріп, мифический зоон санатына кіретін Ника деген күн құдайына тиесілі өте ерекше жеміс екен. Орочи Камурасакидің негізінде Хиори екендігін біліп, көтені жыбырлай бастаған уақытта Канжироның жасаған отты құбыжығының қалдығы жақындай бастайды. Орочи қуанып кетіп, құбыжыққа дереу Хиориді өртеп жіберуін бұйырады. Алайда отты құбыжық тапсырманы орындай алмағанына кешірім сұрап, Орочи сама деген сөзімен жақындай бастайды да Орочи өртеніп кетеді. Луфидің жемісі пробуждениясын бастап, соның арқасында Луфи маңайындағы бүкіл нәрсені резинкеге айналдыра алатындығын түсініп, бұл пайда болған күшке 5-ші гир деген атау береді. Сосын Луфи қолын үлкен қып үрлеп алады да NPC-ларға жуть нагонять етіп тұрған Кайдоны жұлып әкетеді. Кайдо дымда түсініп үлгермей жатқанда, Луфи оны айналдырып жерге басымен қадай бастайды. Кайдо өзін жан-жаққа лақтырып жатқан Луфи екендігін түсініп, бірден оған мощный соққысын жібергенде, Луфи астындағы жерді резинке ретінде пайдаланып, Кайдоның соққысын өзіне қайтарып береді. Сосын Луфи қарқылдап күліп жатқан уақытта Кайдо негізінде Сипинольдықтың шайқасқа араласып кеткеніне көңілі толмағанын, ал Луфидің шайқасты жалғастырып жатқанына тек риза екендігін түсіндіріп, екеуінің шайқасы жалғасады. Әрімен Кайдо қарқылдап отырған Луфиді жұтып қояды. Луфи болса дым уайымдамай, Кайдоға ішінде отырып соққыларын жаудырады да, Кайдоның жүрегі айни бастаған уақытта үрленіп кетеді. Не болып жатқанын білуге Мамоноски мен Ямато асығып бара жатып, Кайдоның үрленген қалпына в ахуе болып қалады. Луфи болса Кайдоның аузынан атып шығып, желді шығарып жатқанда бұлттардың арасына кетіп қалады. Луфи! Луфи үлкен боп үрленіп алады да, Кайдоны скакалкаға прикол ұстап жатқанда, ашулы Кайдо аузынан от шаша салып, Луфиді ұшырып жібереді. Луфи болса, нихуахуа себе айдахар ахуел деп шабуыл жасаған уақытта, Кайдо оны пиздец күтіп алады. Рагнарёк! Больно же!
Нәтижесінде Луфидің желі шығып, шамасы таусыла бастап, әлсіреп қалады. Кайдоның да шамасы шегіне жете бастағандығы белгілі болады да, Кайдо өзінің жеңісіне 100%-ға сенімді болады. Алайда Луфи көрермендердің бәрі осы 5-ші гирді күткенін айтып, қайтадан 5-ші гирін іске қосып жібереді де, маңайындағының бәрін резеңкеге айналдырып жібереді. Сосын шабуылға шыққанда Кайдо соққысын тигізеді. Алайда соққылар Луфиға Том и Джерридағы сияқты ешқандай жарақат бере алмай, Луфи контр шабуылмен Кайдоның тұмсығынан маңқ еткізеді. Кайдо Луфиға соққыларын жаңбырша жаудырған соң, Луфи да оған жауап ретінде бірнеше соққыларын топырлатып жібереді. Кайдо болса Луфиға екеуі мында шайқасып жатқанда қамал толығымен өртеніп, өрт тіпті осы шатырға да жете бастағандықтан бүкіл накамалары өртеніп кетуі мүмкін екендігін ескертеді. Луфи болса накамалары Кайдо ойлағандай әлсіз емес екендерін айтып, келесі соққы жіберген кезде аспандағы найзағайға қарап жоспар ойластырады. Ал төменде шынымен де NPC-лардың бәрі өрттен қалай шығатындарын білмей жүреді. Джимбей Райзоны алып келе жатқанда, Райзо техникасымен өртті сөндіріп көретіндігін айтады. Себебі ол алғаш рет Зояға барған кезде, піл арқасына дафига су шашқанын көріп, свитігіне бірнеше тонна су запечатать етіп алған екен. Нәтижесінде Райзо Нарутодағы сияқты Сейтун техникасын қолданып, дафига су шығарады да, Джимбей сол судың бағытын реттей бастайды. Ямато болса Кайдоның шамасы таусылып жатқанын сезіп, Мамоноскеға фигнямен страдать ете бермей, Анигашима Кайдоның бұлттары ғайып болғанда құлап кетпеуі үшін Мамоноскеға өз бұлттарын шығаруын ескертеді. Луфи болса аспаннан найзағайды ұстап алып, Кайдоға лақтырады да, Кайдо нихуа себе деп шабуылға шыққанда Астананың тұрғындары фестивальді тойлауларын жалғастырып, ата-бабаларының әруақтарына құрмет ретінде отты шарларын аспанға жібереді. Кайдо Луфиді ұшырып жіберген соң, Луфи оны ұзын қолымен ұстап алады. Кайдо болса қолдың бағытына қарай соққыларын жаудырып жіберіп, соққыларының бәрі Луфиға тиеді. Хиори Орочидің өртеніп жатқанын тамашалап тұрғанда, өрттен бірдеме сынып, Кайрасекеден жасалған шеге шығып кетеді. Нәтижесінде Орочи айдаһарлы формасын қабылдап алып, өртеніп өлетін болса да, Хиори де өзімен ала кететіндігін айтады. Ал шайқас алаңында барлық NPC-лар Луфиға сенумен болады. Себебі естерінде болса, бұл шайқас Кайдо мен Луфидің арасындағы ғана шайқас емес, бұл шайқас Вану елінің тұрғындарының бостандығы үшін шайқас. Мамоноске Далбан сияқты Кайдоның бұлтынан тартып, Анигашиманы тоқтата алмай тұрады. Сол кезде Мамоноске деген айқаймен пиздес үлкен жұдырық шығарып алған Луфи пайда болады да, Мамоноскеге сенетіндігін айтып, Кайдоға соққы жіберуге дайындалады. В общем, Луфи Мамоноскеге Анигашиманы соққы аумағынан алып тастауын ескертеді. Кайдо болса Луфидің қолынан босатылып алып, өзінің отты формасын қабылдайды да, соққыға қарсы соққы жіберуге дайындалады. Нәтижесінде екеуінің соққылары қақтығысады. Орочи Хиориді өлтіріп тастауға соққысын жіберген соңғы сәтте Дензиро келіп Орочидің басын шауып тастайды да, осы жолы Орочи шынымен де көз жұмады. Мамоноске болса Кайдо мен Луфидің қақтығысқан соққысын көріп, не болса да Анигашиманы соққы аймағынан алып тастауды шешеді де, шамасы келгенше бұлттар шығара бастайды. Сипинольдық агент Сиппонти но Джутсу техникасын қолданады. Ал Райзо мен Джимбейдің өрт сөндіру операциясы өзінің финалына жете бастап, Анигашима
Анигашимадағы барлық өртті сөндіріп тастайды. Кайдоның бұлттары ғайып бола бастап, Анигашима құлап кеткенде, кенеттен Мамоноскенің екінші дыханиясы ашылып, керекті бұлттарды шығарады да Анигашиманы сүйрей бастайды. Луфи болса Кайдоның Сусана сияқты отты айдаһарын жарып өтіп, соққысын Кайдоға тигізеді. В общем, Кайдо Анигашимаға емес, Вано елінің жеріне ұшады. Себебі Мамоноске Анигашиманы сүйреп үлгеріп, аккуратно Вано елінің жеріне қондырады. Луфидің өзі болса төменге құлап, 5-ші гирі аяқталып, есінен танып қалады. Ал Кайдо соққыдан жерді тесіп өтіп, мамочка құлап өлген жер астындағы лаваға дейін жетеді. Ямато дер кезінде үлгеріп, ұйықтап қалған Луфиді қағып алады. Мысық бас болған жағдайға қуанып, Денденмуши арқылы бүкіл Анигашимаға Луфи Кайдоны жердің түбіне тығып жібергендігін және барлығын құлап өлуден Мамоноске құтқарғандығын жариялайды. Бұл жаңалыққа өз великанына бастырылып қалған Аппу в ахуе болып талып қалады. Шайқастан кейін барлығы үф деп демалатын болса, Чоппер үшін нағыз шайқастың көкесі басталады. Себебі ол бәрін емдеу керек. Бір жақсысы, хотя бы жанында көмекшілері бар. Кайдоның NPC-лары не болса да шайқасты жалғастырмақшы болып тұрғанда, Ямато оларды тоқтатып, Мамоноске болмағанда по-любому өлетін едіңдер деген сөзбен көтендерін қыстырып тұрғанда кенеттен жер қатты сілкіне бастайды. Жердің астындағы лава қайнай бастап, Вано елінің тура жанындағы теңіздің астынан вулкан жарып шығады. Мамоноске бірден астанаға барғанда, халық оны Кайдо екен деп шоши бастайды. Алайда Мамоноске бұл жарылыс Кайдоның вулканға жарылып өлгенінің белгісі екендігін жариялайды да, жерге түскенде шаң көтеріліп, шаңнан адамдардың бейнелері көріне бастайды. В общем, барлық Оденнің вассалдары жаралы болса да халықтың алдына келгенде, халық әрең дегенде Кайдоның енді жоқ екендігін түсінеді. Бір NPC жаңалықты бүкіл Вано еліне жариялау керектігін айтып, Вано елінің бүкіл қалаларына тікелей эфир ашыла бастайды. Мугиваралықтар Ямато Кайдоның баласы екендігін естіп в ахуе бола бастағанда, Ямато оларға өзінің жау емес екендігін және командаға қосылғысы келетіндігін айтып, барлығы Луфидің оянып өзі шешім қабылдағанын күтуді шешеді. Ал жартылай жануарларға келетін болсақ, атаманың қабілеті бір айдан кейін күшін жоғалтатындығы белгілі болады. В общем, кейбір жануарлар бір айдан кейін өз қалыптарына оралып, ал кейбіреулері өз қалауларымен мәңгілік атамаға қызмет етуді шешеді екен. Бұны естіген Спид атаманың жанында қалуды шешетіндігін айтады. Әрімен Камурасаки мен Кинемондар бастарын иіп, шаң тозаңнан бір жігіт жақындай бастайды. Сосын ол жігіт самурайлар, пираттар және мингтармен бірігіп, Кайдо мен Орочидің билігін құлатқандарын жариялайды да, өзі Вано елінің жаңа сёгуны ретінде, яғни Оденнің ұлы Кодзуки Мамоноске ретінде Вано елін көркейтуге ант беретіндігін жариялайды. Ал ол, естеріңде болса, Шинобудың есейту техникасының нәтижесінде есейіп кеткен болатын. Мировое правительство бұл жағдайға в ахуе болып талқылап отырғанда, байланыстағы Сепинольдық Зоя аралының ғайып болып кеткендігін баяндайды. Ақсақалдар болса, бұл дегенің Вано елі шекараны ашудан бас тартқаны екендігін түсінеді де, Вано еліне тупа шабуылмен кіру мүмкін емес екендігін айтады. Кенеттен байланыс үзіле бастап, белгісіз біреу Сепинольдыққа келе жатқанын ескертеді. Шайқастан кейін 7 күн өткен соң, Луфи мен Зоро әлі ұйықтап жатады. Халық таза азық-түлікпен тамақтанып, таза су іше бастайды. Жаңа мұғалімдер тағайындалып, Орочидің өтірік тарихын жоққа шығарып, балаларға нағыз тарихты үйрете бастайды. Кинемон Оден мен қайтыс болған ержүректерге арнап храм салуды шешіп отырғанда, шайқас нәтижесінде Ашура мен Изоның қаза тапқандары белгілі болады. Келесі сәтте Зоро мен Луфи 7 күндік ұйқыларынан оянып, мынау шарап сұраса, мынау ет сұрайды.
Мамоноскелар Луфиларға қуанышты екендерін айта бастағанда, Луфи Мамоноскенің есейген түріне тәнті болып, Зоро екеуі оған прикол ұстай бастағанда, Мамоноске бұрынғы әдетінше Намиға арыз айтып бөлішкелерінен ұстап алады. Нами болса Момо ересек болғандықтан маңқ еткізеді де, Санжи мен Брук бір марқайып қалады. Келесі сәтте Зоро Санжиді байқап қалып, Санжидің шайқас аяқталған соң өзін өлтірші деген өтініші есіне түсіп кетеді де, екеуі достық режимде пытырласа бастайды. Әрімен жігіттер бірге баняға түсуге кетіп, Ямато жігіттермен кетеді. Фрэнки мен Усоп кемені жөндеп, кез келген уақытта теңізге шығуға болады деп отырғанда, Юстас Кит пен Трафальгар Ло да сол жақта екендігі белгілі болады. В общем, олар қазір Ванода болғандықтан, болған жағдай бүкіл әлемге таралды ма, таралған жоқ па белгісіз. Бірақ Аппу уже әлемге тоқылдап тастағанын айтады да, барлығының басына тігілген сумма және жаңа ионкалардың есімдері уже белгілі екендігін айтады. Адмирал Рёкугу ұшып келе жатып, бас қолбасшы Акайнуға Вано еліне жақындап қалғандығын баяндайды. Мировое правительство сипинольдықтардың Вано елінде болғандығы туралы ақпаратты тоқтатпақшы болады, алайда Морган уже жаңалықты таратып жібереді. В общем, Кайдо мен Большая Мамочка деген ионкаларды 3 пираттық команданың капитандары айырып тастап, үшеуінің де басына 3 миллиардтан тігіледі. Ал Вано елінде Луфилардың құрметіне банкет болатындығы жарияланып, барлығы Астанаға жинала бастайды. Робин Панеглиф тұрған бөлмені тамашалап жүргенде артынан Тенгу келіп, бұл бөлме өзінің коллекциясы екендігін айтады. Робин болса оның шын мәнінде кім екендігін сұрағанда, Тенгу маскасын шешіп, Вано елінің бұрынғы сёгуны, яғни Оденнің әкесі Кодзуки Сукияки екендігін мойындайды. Бұл туралы ешкім білмейді екен. В общем, биліктен айырылып, қамауда отырған. Сосын қашып шыққан уақытта Оден уже қаза тауып, Вано елі толығымен Орочида болыпты. Сосын өз-өзін өлтіруге дәті шыдамай, сырттай көмектесуді шешкен екен. Робин в ахуе болып болған соң Плутон қаруы туралы сұрап, Тенгуды да в ахуе қылады да, Тенгу шынымен де Плутон қаруы Ванода екендігін айтады. Удон түрмесіне адмирал Рёкугу келіп, Кайдоның қалған NPC-ларын айырып тастайды да, шайқастан кейін қатты әлсіреп қалған Квинді, сосын Кингті да айырып, денелеріндегі барлық сұйықтықтарын сорып алады. Сосын біреуге хабарласып, Вано еліне қарай бір кемені жіберуді бұйырып, Луфидің басын алатындығын айтады. Луфи банкетті бастайын деп отырғанда, көтпеген жерден Кит оған шабуыл жасайды. Луфи болса оны құшақтап алады да, банкеттің басталғанын жариялайды. Кампай! В общем, Кит Луфи енді оның қарсыласы екендігін айтып, жаңалықтармен таныстырады. Короче, әлемнің қазіргі ионкалары Клоун Баги, Черная Борода, Шанкс және Мугивара Луфи екен. Адмирал Рёкугу болса Астанаға қарай бет алып, қанша қуанышты жағдай болса да банкетті тоқтататындығын айтады. 4 ионканың біреуі Шанкс Вано еліне жақындап қалып, Рёкугу адмиралдың аурасын сезіп қалады. Райзо мен Шинобулар да аураны сезіп, жағажайға қарай бет алады да, Денджеро, Луфилар демала берсін, өзіміз шешеміз деп кетеді. Рёкугу болса өзіне тек Луфи ғана керек болғандықтан жолдан кетулерін талап етеді. Самурайлар болса шабуыл бастап, араларында шайқас басталады. Рёкугу Хаширама сияқты ағаш адамға айналып кетіп, Вано елі мировое правительствоға кірмейтін болғандықтан, самурайларды қырып тастаса да заң бойынша жауапқа тартылмайтындығын айтып тұрғанда, шайқасқа Ямато қосылып, Рёкугуды маңқ еткізеді.
Шанкстың накамалары Луфимен кездесіп қайтайық деп тұрғанда, Шанкс әзірше кездеспейтіндерін айтады. В общем, Бартоломео деген жартыбас Шанкстың қорғауындағы бір ауылға келіп, Шанкстың жалауын өртеп, Луфидің жалауын қойып кеткен екен. Жағдайды осылай қалдыратын болса, абыройға нұсқан келуі мүмкін. Сол үшін уақыттары жоқ. Адмиралдардың әңгімесінен революционерлер қазір трендта жүр екен. Жаңалық бойынша Сабо 800 жыл бұрын мировое правительствоны құрған 20 әулеттің ішіндегі біреуінің ұрпағы, яғни Арабастаның патшасын өлтіріп, әлемге герой болып кетіпті. Сонымен қатар Тени Рюбиталықтар мекен ететін жерде шайқас бастап, Бартоломео Куманы құтқарып үлгеріпті. Оған қоса Виви Ханшайымды да белгісіз біреу ұрлап кеткен. Ал бүкіл әлемдегі қарапайым халық болып жатқанның бәрін Сабо істеген деп Сабоны асқақтай бастап, нәтижесінде Сабо қазір Драгоннан да атақты болып кетіпті. Ямато Рёкугумен шайқасайын деп тұрғанда, сол жерге Мамоноске келіп бірден от шашпақшы болады. Алайда от шаша алмай қалып, Рёкугуды тістеп, Вано елінен кетуін талап етеді. Рёкугу болса Мамоноскені бұтақтарымен ұстап алады, ал Момо Яматоға шайқасқа араласпауын өтінеді. Шанкс Бекманның жанына келіп, Ван Писті алатын уақыт жеткендігін айтады. Ямато Мамоноскеден шайқасқа не үшін араласпау керек деп сұрап тұрғанда, Рёкугу Мамоноскені маңқ еткізеді. Сосын бұтағын Райзоға тығып алып, бүкіл сұйықтығын сорып алып, қалғандарын да бұтақтарымен ұстап алады. Сукияки Робинді ертіп бара жатқанда, оларға Трафальгар Ло қосылады да үшеуі Вано елінің ең төменгі нүктесіне түсе бастайды. Жолда терезе бар екендігі белгілі болып, Робин мен Ло терезеден тамашалағанда судың астына кеткен елді мекенді көреді. Ол жердегі су теңіздікі сияқты тұзды болмағандықтан қала жақсы сақталып, 800 жыл бұрынғы Вано елі екен. В общем, халық бұрын сонда тұрып, Вано елін қабырғамен қоршайды да, жаңбырдан ол қала суға толып кетеді. Сосын халық таудың басына көтеріліп, қазіргі Вано елін құрған екен. Әрімен олар керекті жерге жеткен соң, Робин Роад Панеглифті көріп, бұл Роад Панеглиф үшінші болғандықтан, енді біреуін тапса, уже Рафтель аралын табуға болатындығын айтады. Қазір олар мына жерде тұр. В общем, Плутон осы қабырғаның артында жатыр екен. Негізінде Сукияки өз көзімен көрмепті. Қабырғаны жаратын болсаң, Вано елі ашылады. Яғни Вано елі ашылса, массалық қару Плутон да босатылады деген сөз. Рёкугу тағы бір рет Момоны ұшырып жіберіп, жаулардың Вано еліне шабуыл жасамай жүргендерінің негізгі себебі Кайдо екендігін айтады. Ямато бұл жерге Луфиларды шақырайық деп тұрғанда, Мамоноске түсіндіре бастайды. В общем, Мамоноске ерте ме кеш пе Луфилар кететін болғандықтан, Вано елін өздері қорғап үйренулері керек. Ямато да Луфилармен кетпекші болғандықтан, оған да араласпауын өтініп, от шашайын десе, аузынан от шығара алмай тұрады. Рёкугу шайқасты аяқтай салмақшы болғанда, Мамоноскенің екінші дыханиясы ашылып, айдаһарлы соққысы іске асады. Рёкугу ашулана бастаған уақытта Шанкс королевская волясымен оны тоқтатып тастайды да, әлсіреп қалған елге шабуыл жасаған ұят екендігін айтады. Рёкугу болса Шанкспен шайқасуға дайын емес екендігін айтып, задний бере салады. Ал Мамоноскилар өз күштерімен Рёкугуды қуып жібергендеріне мәз болып тұрғанда, Луфилар о бастан бәрін сезіп отырғандары белгілі болады. Сонымен қатар Шанкстың да волясын сезіп, Шанкс өз жолымен кетіп қалады. Нәтижесінде тек Райзо мен Шинобу солып қалып, Чоппер екеуіне жақсы емдеу жазып береді. Ал Кинемонның әңгімесінен Сурудың өрттен аман қалғандығы белгілі болады. Итті бас пен мысық бас Марковканы Зоя аралдың басшысы ретінде тағайындап, өздері Оденнің вассалдары ретінде Вано елінде қалатындарын жариялайды. Мамоноске мен Хиори Тенго негізінде Сукияки, яғни аталары екендігін естіп, Кодзуки әулеті қауышады. Мугиваралықтар жиналып, Робин барлығына Плутон деген массалық қару осы Вано елінде екендігін айтып отырғанда, оларға Шинобу келіп, адмирал Рёкугу арықтатып жіберген формасын көрсетеді. Ал Плутон жайлы батпақ бас естіп қалып, есіне сақтап алады.
Бірнеше күн өткен соң, Мамоноске Луфилардың сарайда жоқ екендерін байқап іздей бастайды да, Хиоридан олардың бәрімен қоштасып кетіп қалғандарын естиді. Луфилар бәрімен қоштасып, тек Мамоноскемен және Кинемонмен ғана әлі қоштаспаған екен. Үш команданың капитандары әдеттегідей салғыласып отырып, Клоун Баги, Крокодайл мен Сұңқар көзді қол астына алып, Кросс гильдия құрғандықтан Йонка атанғандығы белгілі болады. Капитандар өз кемелеріне қарай бет алғанда, Трафальгарло Китқа Роуд Панеглифтің көшірмесін беріп, Киттің де бұл Роуд Панеглифқа құқығы бар екендігін айтады. Ямато бір шешім қабылдағанын айтып, Луфиларды іздеп жүрген Момо мен Кинемонға Луфиларды шығарып салуға ұсыныс жасайды. Луфилар болса кетер алдында Мамоноске мен Кинемон по-любому келетіндерін айтып, барлығы соларды күтіп тұрады. Ямато Мамоноске мен Кинемонмен бірге Луфиларға бара жатып, өзі Вано елінде қалатындығын және уже Луфиларға айтқандығын жеткізеді. В общем, ол қазірше Вано елін қорғап, біраз уақыттан кейін бірақ теңізге шықпақшы екен. Мамоноске мен Кинемон болса, Луфидің қоштаспай кеткеніне қатты ренжіп, Луфидің көтенен айыруға асығып бара жатады. Трафальгарло мен Юстас Кит өз жолдармен кетіп бара жатып, альянс аяқталғандықтан келесі кездескенде үшеуі бір-біріне жау болатындарын айтады. Эй! Луфи! Что? Луфи! Мамоноске Луфиға ренішін айтып, алғысын да жеткізіп жатқан уақытта, Луфи оған кеменің жанында сыйлық беру үшін күткенін түсіндіреді де, Мамоноскені өзінің інісі деп атайды. Ал дайындаған сыйлықтары үлкен мугиваралықтардың пираттық жалауы екен. В общем, бұл дегенің Вано еліне біреу әңгіме айтатын болса, мугиваралықтар тұрып береді деген сөз. Әрімен Луфилар Мамоноскелармен қоштасып, теңізге кетеді. Луфилар мен Трафальгарлолықтар сарқырамамен емес, адам құсап лифт сияқты жермен түсуге кетіп бара жатқанда, Юстас Кит оларды нәзік деп атап, өзі сарқырамамен түсетіндігін айтып кетеді. Нәтижесінде Луфи мен Трафальгарло ашуланып кетіп, накамалары қарсы болса да, сарқырамамен түсеміз деген шешім қабылдайды. Ал өте ұзақ Вано елі деген арка осымен аяқталады.